Италия, жер орта теңізі қоршаған көркем таулар, күн сәулесін мол төккен жүзім алқаптары мен бау-бақшалар елі. Ұлы тарихи және көркемөнер құндылықтарының заңды мұрагері саналатын сұлу Италия. Өткен заманның елесі сақталған елдің халқы дәстүрге беріп, Апеннин түбегінің мәдениеті дегенде мыңдаған адамның есіне Вивальди, Паганини, Россини, Верди, Пучини мен дүние жүзіне танымал классикалық аспаптың алтын стандартын жасаған Страдивари түседі. Бүгін мыңдаған шақырымды артқа тастап, ұлы дала елінен дәстүрлі европалық мәдениет әлеміне саяхат жасаймыз. Казаль Велина аталатын курорттық қаланың өмірі қайнап жатыр. Бірақ бұл маусымның бір күні бұрынғы күннен өзгерек. Жағажайдан Қазақстанның музыкасы төгіліп жатыр. Казаль Велина Тиррен теңізінің жағасында жасыл желекті бөктерлер мен тарихи ескерткіштердің арасында орналасқан. Олар Рим империясының қалай дүниеге келгенін әлі ұмытпаған. Италия мәдениетін музыкадан бөліп жарып қарау мүмкін емес. Дегенмен бүгін жергілікті талғампаз көрерменнің эстетикалық көкжиегі кеңейеді. Олар Еуропа мәдениетіне тән шығармалардың мүлде басқаша орындалуына куә болады. Жағажайда лезде сахна құрастырыла бастады. Осымен 17-ші жыл қатарынан мұнда Казаль Велина музыкалық классика фестивалі өтеді. Түнгі шамдары жарқыраған музыка кештеріне күллі Еуропаның атақты ұжымдары жиналады. Бір күн бұрын мұнда Испанияның Кастильон қаласынан келген оркестр өнер көрсеткен еді. Ал бірнеше аптадан кейін фестивальға италиялық Матера, Киев пен Румынияның музыканттары келеді. Казаль Велина белгілі италиялық пианист Марко Скиавоның туған қаласы. Фестиваль бағдарламасының қанық болуына осы кісінің еңбегі сіңген. Ал 10 жыл бұрын Марко италиялық көрермендерге мәдени жаңалық болған ұжымды таныстырды. Бұл Қазақстанның мемлекеттік оркестрі Солистер академиясы еді. Оркестрдің көркемдік жетекшісі біртуар скрипкашы, халық артисі, Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Мұсаходжаева. Италияда қазақстандық ұжым бүгін 100-ші рет өнер көрсетеді. Айман Мұсаходжаевамен халықаралық фестивальдардың бірінде таныстым. Мен ол жерде ұйымдастырушы едім. Оны біртуар музыкант ретінде фестивальға шақырдым. Кейіннен ол мені концертте өнер көрсетіп, Шабыт халықаралық байқауының қазылар алқасына мүше болуға Қазақстанға шақырды. Осылайша әріптестігіміз жалғасын тапты. Ол бірде қазақ оркестрін Италияға қалай әкелуге болатынын сұрады. 2008 жылдан бастап қазақстандық оркестр гастрольдік сапармен Италияға келетін болды. Бұл Солистер академиясы еді. Осы 10 жылдың ішінде оркестрдің шеберлігі айтарлықтай өскенін байқауға болады. Айман Қожабек қызы мен екеуміздің арамызда терең шығармашылық қарым-қатынас орнады. Бұл алға ұмтылуға, дамуға және мәдени тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Екі ел музыканттарының қарым-қатынасы баяғыда жұмыс деңгейіне ауысқан. Солистер академиясының Италияға гастрольдік сапарлары дәстүрге айналғаны соншалық, жыл сайынғы Казаль Велина фестивалін Қазақ Велина деп те айтады екен. Солистер академиясының Италияға сапары Евразия жүрегіндегі музыка, Астанадан махаббатпен деп аталады. Әр концертте зор қошеметке бөлінетін Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымының ұжымы бүгінде Италиядағы жазғы маусымның мәдени ерекшелігі саналады. 2018 жылғы гастрольдік сапар беделді Альба Мюзик фестивальда өнер көрсетумен басталады. Музыкалық саяхат рухани жаңғыру бағдарламасының аясында Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен жүзеге асты. Моя любимая тема в любом месте. Шетелдегі гастрольдік сапар болсын, үйде болсын, кез келген жердегі менің сүйікті тақырыбым рухани жаңғыру. Бұл шекарасы жоқ, шексіз мәдениет әлемі. Біз барлығымыз бүкіл әлем біріккендегі рухани деңгейдегі мәдениет. Бұл бірлік мәдениеті, тұтас бірлік. Осындай бірлік туралы мәлімдей отырып, Қазақстан болашаққа зор қадам жасады. Жер шарының болашағына қадам. Сондықтан да мұның жауапкершілігі зор. Осындай ой ниетпен, көңіл күймен концертті ойнап, қошеметке бөлену ғана емес, оның барлығы осы бағдарламаның рухани жаңғырудың жетістігі болатындай өнер көрсету керек. Сондықтан осындай бағдарламаның бар екеніне өте қуаныштымын. Солистер академиясы Қазақстан дәстүрінің музыкалық бейнесі. Камералық оркестр ретіндегі тарихы 1991 жылдан басталады. Оның құрамында музыка орындаудың әлемдік дәстүрлерін ұстанатын кәсіпқойлар, халықаралық байқаулардың лауреаттары, орындау шеберліктері өте жоғары және ансамбльді жақсы сезінетін шеберлер бар. Отандық мәдениеттің көшін бастаған ұжым Италияға әлемдік классика жауһарларын және қазақ халқының музыкасын алып келген. Мәдина Бекмәдиева оркестрде 8 жыл жұмыс істейді. Алайда Солистер академиясымен одан бұрын да таныс.
Мектеп жасындағы кезінен Қазақстанның үздік орындаушыларымен бір ұжымда өнер көрсетуді армандаған екен. Наш оркестр всегда старается. Оркестріміз үнемі биіктен көрінуге тырысады. Өйткені көркемдік жетекшіміз Айман Мұсақожаева. Осындай ірі тұлғамен жұмыс істеген соң, және де әсіресе ол кісімен бірге өнер көрсеткенде, нашар ойнауға мүлде хақымыз жоқ. Қазақстанды, біздегі скрипка мектебін, жалпы классикалық музыка мектебімізді лайықты таныстырып жүрміз деп ойлаймын. Гастрольдік сапарлардың кестесі, жиі ауысатын концерттік алаңдар, түрлі залдар мен ашық аспан астындағы сахналар музыканттарға кейде ыңғайсыз жағдайлар туғызады. Дегенмен мұндай жағдайларда олар керісінше ширығып, көрермендерге хас таланттардың өнерлерін тамашалап отырғанын дәлелдейді. Кейде қиын жағдайға қаламыз. Бүгін жаңбыр жауды, дайындық кеш басталды. Осындайда көрермен жинала қоймас деген ойға қаласың. Қазір суға жақын теңіздің жанында ойнаймыз. Бұл жердің ылғалдылығы жоғары болғандықтан скрипкамыздың күйі сәл бұзылады, бірақ оған да бейімделеміз. Концерт кезінде жігерленіп, барлығын ұмытамыз. Концерттің алдында көңіл күйімізді көтеруге тырысамыз. Кейде қиындықтар болады әрине, бірақ үнемі жақсы әсер алып, көрермендермен тілдесіп, рухани байып қаламыз. Музыканттар жаңа алаңға бой үйреткенше жағалауға көрермендер жинала бастады. Кейбіреулер фестиваль бағдарламасындағы концертке арнайы келсе, енді бірі афишалардан көріп келген. Тіпті музыканы естіп, жолынан бұрылып келгендер де бар. Міне алғашқы қошемет тыңған соң үйреншікті Моцарт әуендерінің орнына кенеттен жиналған қауымның көбіне бейтаныс музыка естілді. Бейне бір даланың аңызақ желі жусан иісімен, жөңкіле шауып бара жатқан жылқылардың алапат күшімен бірге еркін халық жайлаған ен даланың әуезденін ала келгендей. Дәстүрлі түрде Италиядағы концерттерді ұлттық шығармалармен ашқан Асқар Мұқият көрермендерді қайран қалдырды. Одан кейін Моцарт, Сен-Санс, Сарасате, Масне мен Брамстың кезегі келді. Бүгінгі концерттің дирижері италиялық Паоло Бианколана. Солистер академиясының атауы кездейсоқ емес. Әрбір музыкант ансамбльде өнер көрсетумен қатар, жеке солист ретінде де тамаша артист. Асқар Дүйсенбаев, Шынар Барлықова, Мадина Бекмадиевалардың тамаша жеке партиялары өте жоғары деңгейде болды. Бұл туралы сұхбат берген италиялық көрермендердің бірі, қазақстандық музыканттарды скрипкада ойнауға үйретеміз бе десек, олардан өзіміз үйрену керек екен деген еді. Баритон Азат Мәлік ерекше қошеметке ие болды. Сирек кездесетін ерекше дауысы бар Қазақстандағы жалғыз контртенор Батыржан Смақовтың өнері көрермендерді уақыт пен кеңістікті ұмыттырып, барокко дәуіріне жетелеп әкеткендей. Өнерсүйер қауымды музыкалық классика шыңына шығарған Казаль Велинодағы концерттің соңы ешкімді бейжай қалдырмады. Жас скрипкашы Карина кішкентай ғана скрипкасымен ойнаған жан тебіренткен әуен аяқтала бере, ду қол шапалақ құлақ тұндырды. Паоло Бианколана солистер академиясымен бұрыннан әріптес. Қазақстанға бірнеше рет концертпен келген. Ұжымның Италияға гастрольдік сапарын ұйымдастыруға көмектескен дирижер үшін ұлттар арасында ешқандай шекара жоқ. Біріншіден, осы оркестрға дирижерлық еткенім алғаш рет емес. Ұжымды жақсы танимын. Екіншіден, дирижерлық ету деген сөзді қажетсінбейтін, барлығына түсінікті тіл. Бәріміз бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Италиялықтарды таң қалдырған қазақ халқының музыкасы Астанаға келіп жүрген Паоло үшін таңсық емес. Бұл музыка маған өте ұнайды. Шығыс әуендері бояуы қанық, ерекше келеді. Сіздің елде осындай ұлттық музыканы дәріптейтіні өте қуанышты жағдай. Тіпті біз италиялықтар өз музыкамызды дәл сіздерде құрметтемейтін шығармыз. Казаль Велиноның жағажайындағы түнгі шамдар сөнді. Мәртебелі өнердің сиқыры орындалды. Тура бір жылдан кейін көрермен қайтадан ғажайып әлеммен қауыша алады. Ал қазақстандық оркестрдің Италиядағы музыкалық сапары әрі қарай жалғасады. Солистер академиясы нағыз көшпенділердің ұрпақтары екенін дәлелдеп, Таулы өлкенің түкпіріндегі Ариано Ирпино қаласындағы концерттік алаңды талантымен тәнті етуге аттанады.